сәлем оқырман. Сұмдық жағдай болды бүгін, бүткіл былыға ашылды Нұрдәулеттің. Қысып отырмын нерде? Ал сен не істеп жатсың? Айтқан жоқпын, қуасың ба? Мал, сен қуасың ба? Мал емеспін мен. Сен мал болып тұрсың. Айда бір жарылғандай болды. Орталарына аруна түскен бе? Оны түсірмей. Саған сүйсініп тұр. Әдемі тұрсың. Ғашықпын саған. Нұрдәулет. Деп жатыр екен. Ал Айда болса неге онда мені алып қашты? Тағдырыммен ойнайды деген сұрағы туындады. Осы видеода сұмдық жағдай. Айданы мал... Боқтаймын. Сен Далбойовтың тірлігін істеп отырсың өйткені. Мен Далбойовпын ба саған? Далбойовсың. Дәл қазір Далбойовтың тірлігін істеп отырсың. Не үшін келіп еркек сияқты просто құшақтап қоймайсың? Өтірік істеп жатсың, қолың ауырған жоқ, үйттің бүйттің деп. Сенің көзіңше мен өтірік істейді екенмін. Я барығы менің ауырғаным өтірік, а сенің ауырғаның өтірік емес. Саған қарап мен дәрі кеп отырамын қасыңда. Не мыналар? Сен үйтіп ұрмай деп маған сөз бердің ғой Нұрдәулет. Мен қолымды өтірік Далбойов емеспін мен, кішкентай бала сияқты бүйтіп отыратын. Сен мен тоқтатпасаң кім тоқтатады? Далбойов. Айданың жазғаны мүмкін, мен түсік тастағаннан кейін гормондық күйзеліске ұшырадым. Және де Нұрдәулеттің осы сияқты сөздерін көтере алмадым дейді Айда. Қазір енді бәрін оқып көрейік. Айда осылай бастайды сонымен Нұрдәулет екеуміздің қарым-қатынасымыз туралы. Неге біз бірге емеспіз қазір жауап берем. Мен бәріне шыдаудан шаршадым. Біздің үйлену тойынан кейінгі үлкен жанжал болды, міне, бәрі. Соған қарағанда қыздарға деген қырындау болған екен Нұрдәулет тарабынан. Айда болса бұғатта деп сұрап жатса, ұрсып тастайды екен. Және жасып жатқан қыз кінәлі емес екен. Оның орнына Айдаға ұрысты тиді екен. Және Айданың мына сөздері жүректе тиді, осыдай жазған болатын. Бірақ мен бәрін ұмытқым келді, егер бізде балалы болсақ, бәрі өзгереді деп. Алайда, бір апта қауіп ретінде 2 қаңтарда біздің 4 апталық баламызды Құдай алды. Түсіп болған болатын Айдада. Және де айтқаны, маған әйел ретінде ауыр болды. Стресс, гормоны, депрессия. Мен барлық дәрі-дәрмектерімді өзім алдым, маған анам жалғыз қарады. Кейін Нұрдәулет аппендицит болып, өзімнен қан кетсе де жанында болуға тырысып, тамағын алып барып, емін өзім төледім. Содан кейін бұл болды. Иә, біз жаспыз. Жүктіліктен кейін менде стресс болды. Мүмкін мен ұстай алмайтын эмоциялар болды. Нұрдәулетте де эмоциялар бар. Бірақ біз қанша рет ұрыссақ та, мен ешқашан ата-анама қоңырау шалған емеспін. Өзің таңдап тигесін, жалоба айтпа дегенді естимін деп қорықтым. Бірақ біз ұрысқан сайын Нұрдәулет анама, асырап алған анама, достарыма қоңырау шалады. Үй отбасы мәселесі үйде шешілмей қалады. Осы жолы әкеме айтуға тура келді. Әкем келіп алып кетті. Содан кейін әкем екеуміз барып барлық киімімді алып кеттік. Бішкекке кету, менің басқа амалым болмады. Мен соңғы хатымды жазып, үйден шығып кеттім деді Айда.